Саламатсыңдар ма 8-ші сынып оқушылары? 19-ші есепті түсіндіретін боламын. Тапсырмасы теңдеуді шешіңдер. Оқушылар, ең алдымен жақшаны ашамыз. X-ті көбейтеміз X-ке, көбейтеміз 2-ке. 1-ді көбейтеміз X-ке, 1-ді көбейтеміз 2-ке. Сонда X квадрат қосылған 2X қосылған X қосу 2. Мұнда да дәл солай ашылады. X квадрат қосылған 4X минус 3X минус 12. Мұнда X квадрат пен X квадрат қысқарады. 2X, X, 3X болады. Мұнда 4X минус 3X, X болады. Минус X ауысады. Тең минус 12 минус 2. Мұнда азайтамыз. 2X болады. Мұнда минус 14. Сонда X табу үшін минус 14-ті бөлеміз 2-ке. Сонда X тең болады екен минус 7-ге. Келесі екінші есеп. 3-ті көбейтеміз 2X-ке, 3-ті көбейтеміз 7-ге. Мұнда минус 1-ді көбейтеміз 2X-ке, көбейтеміз 7-ге. Мұнда да дәл сондай. X көбейтеміз 6X-ке, 6X квадрат болады. Мұндағы минус таңбамен минус 6X квадрат болады. Мұнда минус 5X, мұндағы минус 1 плюс 5X болады. Енді мұндағы 6X квадрат пен минус 6X квадрат қысқарады. 21 минус 2X 19. Мұнда бізде минус X болады. Минус X 18 болады. Минус 7, 5, минус 2 болады. 16 плюс 2 болады. 18X тең болады 18-ге. X тең болады 18 бөлінген 18 тең болады 1-ге. Мұнда 24-нің өзін жазып аламыз. Минус таңбасын жазып аламыз да. Ең бірінші бір-біріне көбейту арқылы жақшаны ашамыз. 12y квадрат минус 15y плюс 4y минус 5. Мұнда 11-ді көбейтеміз 2y-ке, 22y минус 11 минус 12y квадрат плюс 6y. Енді 24. Мұнда бізде минус таңбасы бар екен. Қарама-қарсы таңбамен шығарамыз. Мұнда минус 15 плюс 4 минус 11 болады. Мұндағы минуспен плюс 11 болады. Мұнда біз минус 22y-ді әкелейік. 22y-ді минус 22y-ді ауыстырамыз. Мұнда плюс 12y квадрат минус 6y тең болады минус 5-ке деп аламыз. Минус 11, 6, минус 5 болады. Енді мұнда бізде минус 12y квадрат пен плюс 12y квадрат қысқарады. 11, 11y минус 22y минус 6y-ге 28, 11, минус 17y болады. Жиырма 4, 5, 29. Мұнда минус 29 болып осады. Сонда минус 17y тең болады минус 34-ке. Y табу үшін минус 34-ті бөлеміз минус 17-ге. Сонда y тең болады 2-ге. Енді мұнда жақшаны ашамыз. 30y минус 6y квадрат плюс 10 минус 2y. Мұнда минус таңбасы болғандықтан ең алдымен жақшаға тақшалайық. 6y квадрат минус 2y
минус 9y плюс 3. Мұнда бізде 6y квадрат 30y минус 2y плюс 28y болады. 47. Мұндағы 10 ауыстырып алайық, минус 10 деп. Енді мұндағы жақшаныштың минус таңбасына қарап, қарама-қарсы таңбамен ауыстырамыз. Минус 2y минус 9y плюс 11y минус 3. Соғы жаза аламыз. Мына бізде минус 6. Минус 6y плюс 6y болып өседі. Минус 11y. Тең болады 47 минус 10 минус 3 минус 13, сонда 34. Мұнда мына екеуі қысқарады, сонда 28, 11, 17y болады. Y табу үшін 34-ті 17-ге бөлеміз, сонда y тең болады 2-ге. Келесі жымасын тесіп, көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеңдер. Мұнда екеуінде де а квадрат бар екен, ортақ көбейткіштер жақшанысатына шығарамыз. Сонда жақшанышында қалады а минус 2. Онда 2-ні шығарамыз. Минус 2-ні шығарайық. Сонда жақшанышында қалады а минус 2. Енді мұндағы а минус 2-лер бірдей. Бір жақшаға аламыз. Келесі жақшада а квадрат минус 2 болады. Енді мұнда x квадрат шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде x кубтың ішінде 1x қалады, мұнда бізде 6 қалады. Енді келесі жақшада минус 2-ні шығарамыз. Мұнда минус 12, минус 2x, минус 2-ні шығаратын болсақ, жақшаның ішінде 6 қосылған x қалады. X қосылған 6, 6 қосылған x. Екеуі бірдей, бір жақшаға аламыз. Келесі жақшаның ішінде x квадрат минус 2 қалады. Енді мұнда бізде с кубты шығарамыз. Жақшаның ішінде мұнда мінеки с-ның 4 дәрежесі, мұндағы мінеки с куб екеуін парлап атырмыз. Сонда жақшаның ішінде қалады с қосылған 1. Енді келесі жақшаға минус, мұнда 2с квадрат, 2с екен, минус 2с-ны шығарайық. Сонда жақшаның ішінде қалады с қосылған 1. Мына екеуін бір жақшаға аламыз. Сонда келесі жақшада с куб азайтылған 2с қалады. Оқушылар, мұнда біз с куб азайтылған 2с-дан с-ны жақшаның сыртына шығарсақ болады. Сонда бізде мынандай өрнек қалады. с қосылған 1, келесі жақшада с квадрат минус 2. Енді мұнда біз y-тің 6 дәрежесі минус y-тің 5 дәрежесі, y-тің, яғни минус y-тің 5 дәрежесін шығарайық. Сонда жақшаның ішінде y қосылған 1 қалады. Келесіде y-тің 4 дәрежесі y кубты шығарайық. Сонда бізде y қосылған 1 қалады екен. Енді y қосылған 1-лерді бір жақшаға, мұнда минус y-тің 5 дәрежесі плюс y куб қалады. Оны біз былай жасайық. Мұнда біз y кубты шығарсақ болады. Y кубты шығарып қойсақ, мынаны сойғы жазайық. Мұнда y куб шығатын болса, 1 азайтылған y квадрат қалады. Енді мынаны да ары қарай
көбейткішке шектесек болады, а квадрат минус б квадрат деген формулаға салсақ болады. Сонда y куб, y қосылған 1, мұнда бізде 1 азайтылған y, 1 қосылған y болады. Енді ары қарай тағы түрлендірсек болады. Сонда бізде y куб, мұнда бізде 1 азайтылған y-тен біреу, ал 1 қосылған y-тен мінекей 2. Оны мінекей 2 деп жазып қоямыз. Мұнда а квадрат б, а квадрат с, екеуінен а квадрат шығады. Сондықтан жақшаның ішінде б қосылған с қалады. Енді келесі минус б квадрат с минус б с квадрат. Екеуінде де б с бар, яғни минус б с-ны шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде б қосылған с қалады. Енді а квадрат минус б с-ны бір жақшаға, келесі жақшаға б қосылған с-ны аламыз. Яғни бірдейлерді бір жақшаға аламыз. Енді мұнда бізде 2х куб минус 2х квадрат y бар, екеуінен 2х квадрат шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде қалады 1х. Мұнда y қалады. Мұнда бізде x y квадрат минус y куб, екеуінен y квадрат шығады. Енді бізде мына екеуі бір жақшаға алынады. Бірдейлері бір жақшаға алынады. Яғни x минус y бір жақшаға алынады. Мұнда бізде 16ab квадрат 32ac квадрат, екеуінен 16a шығады. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады. Бізде жақша b квадрат плюс 2c квадрат. Мұнда минус 10c куб минус b квадрат с, екеуінен минус 5c-ны шығарамыз. Минус 5c-ны шығаратын болсақ, жақшаның ішінде 2c квадрат қосылған b квадрат қалады. Сонда мінеке b квадрат қосылған 2c квадрат, 2c квадрат қосылған b квадрат. Орын ауыстырсақ, мағынасы өзгермейді. Сонда b квадрат қосылған 2c квадрат бір жақшаға, келесі жақшаға 16a минус 5c. Енді мұнда бізде 6a куб плюс 2ab квадрат. Екеуін парлаймыз, сонда бізде жақшаның сыртына шығады 2a. Жақшаның ішінде қалады 3a квадрат плюс b квадрат. Енді мұнда бізде минус 21a квадрат b минус 7b кубе, екеуінен минус 7b шығады. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады 3a квадрат және b квадрат. Сонда 3a квадрат b квадратты бір жақшаға аламыз. И келесі жақшада 2a минус 7b қалады. Енді келесі 9-шы тапсырмада мұнда бізде с куб ac квадрат с квадрат шығады, яғни кішкентай шығады, жақшаның ішінде қалады с плюс a. Мұнда бізде минус 4a минус 4c минус 4 шығады. Сонда жақшаның ішінде a плюс с қалады. Оны біз былай аламыз, a қосылған с, келесі жақшада с квадрат минус 4. С квадрат минус 4-ті а квадрат минус b квадрат деген формула саламыз, ол ашылады. a минус b, a плюс b болып, яғни с минус 2, с плюс 2 болып ашылады. Мінекей, осылай қадырсақ болады. Келесі 21-ші есепте теңдеуді шешіңдер.
Мұнда екеуінде де x бар. Жақшаның сыртына x-ті шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады 1,2x қосылған 1. Тең болады 0-ге. Енді жеке-жеке 0-ге теңеп шығарамыз. x1 тең болады 0-ге. Мұндағы 1,2x-ті қосамыз 1-ге, тең 0 деп аламыз. 1,2x тең болады минус 1-ге. X-ті табу үшін минус 1-ді бөлеміз 1,2-ге. Оны біз оқушылар былай алсақ болады. Минус 1 бөлінген 1,2-ні 12 бөлінген 10 деп алсақ болады. Мұнда жазайын. X тең болады минус 1 көбейтілген 12-ден 10 деп аламыз. Мұнда біз көбейту амалын ауыстырғандықтан бөлшектің алым мен бөлімін орнын ауыстырамыз. Сонда минус 12-ден 10 болады. Екеуін 2 деген санға қысатамыз. Сонда минус 6-тан 5 болады. Сонда бізде x2. Жауабы x1 тең болды 0-ге. x2 тең болды минус 6-тан 5-ге. Келесі екінші теңдеуде бізге 1,6x азайтылған x квадрат тең 0 деген теңдеу берілген. Екеуінде де x бар. Жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда 1,6 азайтылған x тең 0 деп аламыз. X-ті теңіп аламыз 0-ге, және жақшаның ішін тең дейміз 0-ге. Сонда x1 тең болады 0-ге. Енді 1,6 азайтылған x тең болады 0-ге деп аламыз. Минус x тең болады минус 1,6-ға. Сонда x2 тең болады 1,6-ға. Сонда жауабы 0 және 1,6. Мұнда да бізде екеуінде де x бар екен, жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде қалады 0,5x азайтылған 1 тең 0 деп аламыз. x1 бізде тең болады 0-ге, яғни x-ті 0-ге теңейміз, және мына жақшаның ішін 0-ге теңейміз. 0,5x азайтылған 1 тең болады 0-ге. 0,5x тең болады 1-ге. X-ті табу үшін 1-ді бөлеміз 0,5-ге. Сонда x2 тең болады 2-ге. Жауабы 0 және 2. Келесі төртінші есепте 5x квадрат тең x деген теңдеу берілген. Мұнда біз былай аламыз. 5x квадрат минус x тең 0 деп аламыз. Екеуінде де x бар. Жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда 5x азайтылған 1 тең 0 болады. x1 бізде тең 0 болады. 5x азайтылған 1 тең 0-ге. Сонда 5x тең болады 1-ге. X-ті табу үшін 1-ді бөлеміз 5-ге. Сонда x2 тең болады екен 0,2-ге. және 0,2. Келесі бесінші теңдеу 1,6x квадрат тең болады 3x-ге делінген. Бір жаққа жинақтаймыз. 1,6x квадрат азайтылған 3x тең 0 деп алайық. Екеуінде де x бар. Жақшаның сыртына шығады. Сонда ішінде қалады 1,6x азайтылған 3. x1 бізде тең 0-ге. Енді 1,6x азайтылған 3 тең болады 0 деп аламыз.
минус 1,6 тең болады 3-ке. Енді x-ті табу үшін 3-ті бөлеміз 1,6-ға. Енді осы жерде оқушылар қоя алсақ болады. X тең 3 бөлінген 1,6 шығу үшін 8-ді 5-ке бөлеміз. Мұнда біз 3 көбейту деп аламыз да 8-ден 5 деп аламыз. Сонда тең болады 8-ден 15-ке. Мұны біз 15-дің ішінде 1 8 бар, қалдық 7. Сонда жауабы бұл бізде x2, 0 және 1,8-ден 7. 6-шы теңдеуде x тең x квадрат теңдеуі берілген екен. X-терді бір жаққа жинақтаймыз. Сонда x минус x квадрат тең 0 болады. Мұнда біз x-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде қалады 1 азайтылған x. X-ті тең 0 деп аламыз. Сонда x1 бізде 0-ге тең болады. 1 азайтылған x тең 0 деп алсақ, сонда минус x тең болады минус 1-ге. Сонда x2 тең болады екен 1-ге. Сонда жауабы бізде 0 және 1 болады. Оқушылар берілген тапсырмалар бойынша қандай да бір сұрақтар болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Қажет болса каналымда басқа да жаттығу есептері және алгебра, геометрия, физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Каналға жазылуды, жеке өздерінің пікірлерінде қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.